Ал. Мына жерде ұйғыр халқының тамақтары ғой да? Иә. Міне, нағыз. Пияз нан, шұқта нан, самса, нан, гүлді нан. Мынау саңзы ғой. Саңса, ұйғырдың саңса. Қазір айтып қой біздің. Мен Қытайдан көшіп келгенім 2003 жылы. Біздің мамалар істейді мына жерде. Манты. Мына жерде қанша түрлі? Раз, два, три, бес, алты түрі бар. Мынаны дейді үлкен нан. Орташа нан. Мына нефіз нан. Мына гірді нан дейді мынаны. Мыналар гірді нан. Мынаны помнан дейді. Мына помнан. Бұның ішінде ет бар ма еді жоқ па? Жоқ, ештерші жоқ, бұл нан. Қолға аласың да өзің жей бересің. Жеме әткеншеймен. Өте күшті екен. Олармен әткен шай деген Мына сіздердікі ма ұйғырдың негізі? мантасы. Әткен шай сіздердікі. Иә, сіздердің қандай... Манты. Аха, Манта. манты. Өш нан. Мынау қазаннан. Еттілен өш нан. Қазір, мінекейіңіз, Мынаны пияздан. мынаны, яғни біз осы қалада, базарларда осыны жейміз, ішінде жаңағыда пияз бар. Жуанымыз бар, жуанды араластырып жейміз. Өте дәмді. Дәмді. Аха, дәмді. Мынаны пошкал дейді. Пошкал дейді, обычный орыстаның блины ғой, блины. Біздің рецепті кішкентай болсамайды. Қандай керемет, мінекей. Мына тауықмен пирог. Пирогшы. Біз бәліш дейміз, бәліш дейміз. Бәліш дейді екен. Өздеріңіз Мына жоттанан, ол қазақтарды орама дейді ғой, бізде жоттанан дейді. Негізі, мен қарап отырсам, қазақ елі мен ұйғыр елінің тағамдары бір да, тек ұқсайды, бірақ атаулары бөлек. Ал аналарымызға көп рахмет, керемет сұхбат болды. Енді біз осынау бүкіл елдерді аралап, осы жердегі кіріп сұхбат алып жатырмыз. Сіздерге көп рахмет, бізге өте ұнады. Мінекей ауыз тиіп жатыр. Бердәулет, қалай, шыныңды айтшы? Тағамдар өте керемет. Бұл жаңа көшпенділердің көрмесі болғандықтан ұйғыр халқының бізге әсіресе қазақтарға өте жақын екенін көріп отырмыз. Өздеріңіз көргендей, ең бірінші бізді жақсы көңіл күймен, жақсы пейілмен күтіп алған ең бірінші пейілімен, көңілімен қазақтарға жақын болса, одан кейін осындай ақ дастарханы арқылы біздерге жақын екенін көрсетіп тұр. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге. Қандай қонақ сайт керемет болды.